Жомарт жоқты білмейді, ер көпті білмейді. Сәуле Досжанның ауылдан шыққан миллионер атты шығармасы. Жомарт есімді дәулеті мен сәулеті жарасқан ердің өмірі туралы. Колхоздың малын баққан малшының үйінде сәби дүниеге келеді. Әкесі оның есімін болашағына деген үмітпен Жомарт қояды. Ата-анасының қуанышында шек жоқ болатын. Алайда бұл отбасына тағдырдың осындағы бар еді. Мал бағып жүріп, әкесі көзінен салқын тигізіп, көп ұзамай көз жұмады. Анасы баласын жетектеп ауылдағы тума-туысынан көмек сұрайды, бірақ оларға қол ұшын созар жан бермейді. Ауыл сыртында қылашықта өмір сүріп, анасы малы күзетіп, жұмысқа орналасып, күн көре бастайды. Сиыр сүтінен құрт май жасап, тыйым тауып, қолына есек әпереді. Ауылдағы беделді қайнағасы бұлардың хәлін көріп, ауыл маңынан үй сатып алып береді. Баспаналы болған соң, Жомарт алғаш рет мектеп табалдырығын аттайды. Білімге деген құштарлығымен сыныптастарынан басы бұзып, басын кітаптан алмай, кітапхананың жиілетін оқырманына айналады. Спорт секцияларына қатысып, желаяқ атанады. Bir күні ғарыштан келе жатып, кездейсоқ күйнесі Роза кеткен жолықтырады. Роза баланың ынтасымен талабын көріп, басына көмекші етіп жұмысқа орналастырады. Мектеп жұмысы уақытын кейін өткізіп, анасына қолғабыс болады. Өзінің ерекше идеяларымен үлкен табыстар әкеледі. Роза тәтесінің нарықтық саудадан үйреніп, тәжірибе жинақтай бастайды. Ауылдағының бәрі Жомарт ауылын тастамай, өз балаларына үлгі қылып айтады. Алғашқы 100 000 табысына түрлі түсті белгілер сатып алып, қалған оқуына жинай бастайды. Ержетіп, астындағы жолдасымен Алматыға барады. Болашаққа деген үлкен сеніммен қаржы саласында оқуын университетке тапсырады. Қалағаны болып, білім ордасына түсіп, жатақханада жатып, білім ала бастайды. Сондағы профессорлармен достасып кетеді. Оқуда озат, үлгілі болады. Бірде көшеде дүкен сатылады деген хабарлануын көріп қалады. Сөйтіп, бағын сынамақшы болып, дүкен иесімен сөйлесіп, жиған тергеніне дүкен сатып алады. Нарықта танымал дүкендер елсіне айналып, мақсатына жетеді. Ата-анасының үміті ақталады. Армандар орындалады. Мақсатың